Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай ажурные блинчики немесе қазақшалап айтқанда кестелі құймақтың рецептімен бөліскім келеді. Менің каналыма тіркеліп және жаңа видеолардан қалып қоймас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаны және қантты осылай араластырып аламыз. Және майымызды құямыз. Кейін айранымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай араластыра отыра тұзымызды қосып, және ұнымызды ақырындап кішкенеден қосып отырып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ас содамызға қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қамырымызға қосып, барлығын тез-тез жақсылап араластырамыз. Оның сұйықтығы қамырымыздың осындай болу қажет. Енді табамызға кішкене майымызды құйып, құймағымызды осылай пісіріп аламыз. Яғни қызып тұру керек табамыз. Сол кезде осындай тесіктер пайда болады. Егер де сіздерде де менікіндей табаңыздың жан-жағына қамырыңыз жабысқан болса, онда пышақтың ұшымен осылай мен сияқты ажыратып алсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің құймағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, әрі өте нәзік болып шықты. Егер де сіздер осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, тура осындай кестелі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.